Саламатсыздарбы балар? Әдебиеттік оқу пәні 42-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тәуелсіздік күні. Бүгінгі сабақта балар сендер мәтін бойынша сұрақтар қоясыңдар, сұрақтарға жауап бересіңдер. Тұманбай Молдағалиев ақын, Алматы облысында туған, жаңа дәптер, Зулайды жылдар, тағы басқа кітаптар бар. 1935 жылы туылып, 2011 жылы дүниеден озды. Бірінші тапсырма өлеңді мәнерлеп түсініп оқы. 16 желтоқсан. 16 желтоқсан тәуелсіздік алған күн. Ерекше боп мәңгілік ел жадында қалған күн. Тұманбай Молдағалиев. Екінші тапсырма суретке зер салып мәтінді оқы. Тәуелсіздік тұғыры. Бұл тәуелсіздік ескерткіші. Ескерткіштегі айбарлы жас сарбаз қанатты барыстың үстіне орналасқан. Бір қолында қыран құс, екінші қолында садақ. Ол ертедегі батырды бейнелейді. Қанатты барыс тәуелсіздіктің белгісі. Батыр бабаларымыздың рухы осы тәуелсіздігіміздің. Үшінші тапсырма сурет бойынша құрастырған әңгімеге 3 сұрақ дайындап жауап беріңдер. 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Суретте қандай ескерткіш бейнеленген? Суретте тәуелсіздік ескерткіші бейнеленген. Қанатты барыс нені білдіреді? Қанатты барыс тәуелсіздіктің белгісі. Жас сарбаздың қолында не бар? Бір қолында қыран құс, екінші қолында садақ бар. Тәуелсіздік сөзінің мағынасы үлкендердің көмегімен жазып келіңдер. Балар, тәуелсіздік бостандық, еркіндік, азат деген мағынаны білдіреді екен. Есте сақтап аламыз. Ал балар, бүгінгі тәуелсіздік туралы өткен тақырыбымыз сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.